Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз осындай өте дәмді, ауызға салса ерейтіндей, жұмсақ, үлпілдек болып пісетін сүтті қыз пирожныйын дайындайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Және оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, жұмыртқамызбен тұзымызды бірге жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Сол кезде бізде көпіршіктер пайда болып, жұмыртқамыз осылай араласатын болады. Алғашқы кезде жай жылдамдықпен бастап, қатты жылдамдыққа дейін осылай көпіртіп, жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай араластырып болғаннан кейін, оның үстіне 3 желания сгущенкасын, бір банкасын салып, осылай барлығын құйып, оны да тағы да жақсылап жұмыртқамызбен бірге араластыратын боламыз. Сгущенкамыз қою болғаны дұрыс, қою болса бізде жақсы көпсейтін болады. Міне осылай миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Және араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізген ұнымызды екіге бөліп салатын боламыз. Ұнымызды салғаннан кейін оның үстіне 10 грамм немесе 18 грамм қамыр қопсытқышымызды салып, сосын оның үстіне қалған ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Сол кезде бізде қаймақ сияқты өте қою, созылмалы масса пайда болады. Енді оның үстіне бөлме температурасындағы жылы піскен сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне сонымен біздің массамыз дайын болды. Өте қаймақ сияқты қою, созылмалы болып шығады. Алдын ала қызып тұрған пешіміздегі ыдысымызды алып, оның ішіне қағазымызды төсеп, жаңағы араластырған салмамыздың барлығын осының ішіне салатын боламыз. Және бұны 4 бұрышты етіп, бір тегіс етіп, барлық жағына тегіс жағып шығатын боламыз. Егер сіздер бұл салманы екіге бөліп пісірсеңіздер де болады. Екіге бөліп, осылай 4 бұрышты етіп жайып, 2 қамыр болып піседі сонда. Солай жасасаңыздар да болады. Мен енді барлығын бірге салып, бірге жасадым. 170-180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Осы аралықта енді біз кремімізді дайындайтын боламыз. Менде 33-34% сливки болды. Және оның үстіне творожный сыр қолдандым. Және осылай қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сонда біздің креміміз өз массасын ұстап тұратын осындай қою болып шығады. Кремді қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Міне менің коржыларымды пісіп шықты, өте әдемі болып көпсейді. Піскен піспегенін зубочистканың көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Егер құрғақ болып шықса, онда пісті деген сөз. Міне өте жұмсақ болып, қатты көтерілген болып пісіп шығады. Мен енді осы коржымды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп алдым. Егер 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша қалаған бөлікке бөліп жасай берсеңіздер болады. Мен енді 3 бөлікке бөлдім. Және оның шет-шетін бәрін кесіп, шетінден кішкене қамырларын бөлек кесіп алдым. Ол да қазір керек болады. Міне енді бірінші бөлігіне осылай кремімізді тұтастай барлық жағына жағып шығатын боламыз. Кремді сұйық қылып жасасаңыздар да болады. Менде енді сливким аз болғандықтан менде қоюлау болып шықты. Сұйық етіп, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қандай крем жасай аласыздар, сондай креммен жасасаңыздар болады. Міне осылай барлығын бірінің үстіне бірін қойып, жаңағы кремімізді жақсылап барлық жеріне тұтастай жауып шығатын боламыз.
Видеода көріп тұрғандарыңыздай міне барлық шет-шеттерінің барлығына осылай кремдерімізді жағамыз. Осы кезде мен осы кремнің жартысын бір ыдысқа алып қалған болатынмын. Енді сол кремнің үстіне менде бояғыш болды. Бояғышты салып, жақсылап араластырып, оны да үстіне жағып шықтым. Егер сіздерде бояғыш болмаса, онда осылай ақ күйінде қалдырсаңыздар да болады. Немесе қызыл бояғыш болмаса, басқа да түспен жасай берсеңіздер болады. Мен енді қызылды пайдаландым, сәл түсін ашып тұру үшін. Енді осылай араластырамыз. Менде қою болғандықтан, оның үстіне сәл азырақ жылы сүтімді құйып жібердім, сәл сұйықтау қылып жасайын дедім. Міне осылай сәл сұйықтау қылып араластырып аламыз, сұйықтау етіп жасаймыз. Бұл араластырған кремімізде жаңағы пирожныйымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Жаққан кезде барлығын тұтастай жақпаймыз. Сәл-сәл етіп, реңін беретіндей етіп жағып шықсаңыздар болады. Міне осылай сәл-сәл шет-шеттеріне сәл-сәл жағып шығамыз. Енді жаңағы мен шеттерін кесіп алған осындай коржыларымызды қолымызбен жақсылап майдалап крошка дайындайтын боламыз. Қазір бұл майдалаған крошкамызды осы пирожныйымыздың бетіне сеуіп шығатын боламыз. Егер бұлай сеппеймін десеңіздер, қалауларыңыз бойынша жаңғақты майдалап сепсеңіздер де болады. Немесе шоколадты ерітіп үстіне құйсаңыздар да болады. Мен енді осылай майда крошкаларын жан-жағының барлығына осылай сеуіп, жабыстырып шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп, әсемдеп, сәндеп қоя берсеңіздер болады. Немесе бетіне кәдімгі шоколадты үгітіп қойсаңыздар да болады. Немесе кепкен жемістерден де жасап қойсаңыздар болады. Мен енді кокос ұнтағын осылай бетіне әр жеріне сеуіп шықтым. Кокос ұнтағы да бір өте керемет дәм береді. Міне осылай ұзын-ұзын етіп әр жеріне осылай кокос ұнтағын сеуіп шықтым. Сіздерге де кеңес беремін, дүкеннен сатып алмай-ақ өздеріңіз үйде, үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Қонақ күткенде дастарханға қойсаңыздар да болады. Дастарханның сәнін ашатын, өте керемет, жұмсақ, үлпілдек болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, егер жасап жатсаңыз, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Қазір енді дәмін көретін боламыз. Бұл сүтті қыз пирожныйына керекті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Қанша граммнан қосылу керек, сол описание бөлімнен көрсеңіздер болады. Міне біздің пирожныйымыз дайын болды. Негізі барлығын бетіне сеуіп, әсемдеп болғаннан кейін холодильникке 15-20 минутқа қойып қойсаңыздар да болады. Қазір міне дәмін көреміз. Дәмі өте керемет, жұмсақ, ауызға салса ерейтіндей болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.